емтиханнан 0 алған. Үйіне жақындағанда бір ой келді де. Осылай кінәні байқұс ит мойнына алды. Үйге кіргеннен кейін анасы сынақ қағаздарының қайда екенін сұрайды. Бірақ Ишан сүтті үрлеп, естімегендей кейіп танытты. Осы кезде озат оқитын ағасы қайтып келіп, бұл жолы тестілеуім 2-ші орыннан 10 ұпай ғана артық деп мақтанышпен айтты. Сосын інісіне қарап: келесі күні мұғалім Ишанға бір мәтінді оқытты. Бірақ Ишан оған әріптер билеп жатыр деді. Мұғалім ашуланғаннан қатты айқайлап еді. Осылай оны қуып шықты. Алайда Ишан өтірік айтпаған. Оның көзінде әріптер шынымен де билейді. Бұл ауру дислексия деп аталады. Мысалы, ди әрпі оған ди болып көрінеді. Эйнштейн де бала кезінде осы аурумен ауырған. Шындығында Ишан гений, әсіресе кескіндемеде қиял ғажайып идеялары бар. Қанша қиын болса да бір көргеннен біледі. Тек қана оқып жаза алмайды. Бұл күні үй тапсырмасын орындамай қорыққан 8 жасар Ишан алғаш рет сабақтан қашты. Ол көшеде жалғыз ойнап жүрді, бірақ ақырындап көзіне түрлі түстер көріне бастады. Бізге қарапайым көрінген нәрселер Ишанның көзінде өнерге толы суреттерге айналды. Кейін әкесі сабақтан қашып жүргенін біліп, оны ашуланып бетінен шапалақпен ұрды. Бірақ оның ауырып қалғанын ешкім білмейді. Келесі жолы қателессең интернатқа жіберемін деді. Көп ұзамай математикадан тест болды, бірақ ол сұрақтарға аңырап қарап қана қалды. 3 көбейту 9 деген оңай сұрақ Ишанның көзінде басқаша көрініске айналды. Ол нөмір 3-ші жер планетасынан бастап ғарыштық жауынгерге айналып, одан кейін нөмір 9-шы Плутонды жеңеді. Сосын тест қағазына 3 көбейту 9 тең 3 деген жауабын жазды. Келесі күні оның ата-анасы мектепке шақырылды. Бұл Ишанның сыныптан 2-ші рет қалуы еді. Әрбір пәндік тесттен 0 балл алған. Директор ашықтан ашық балаңыз қандай бұзық, әлде ол топас па деп сұрады. Оқу деңгейіне әсер етпеу үшін Ишан оқудан шығарылды. Әкесі ұлының ақыл ойы кем екеніне сенбейді. Ол әрқашан Ишанның оқуға деген ынтасында проблема бар деп ойлайды. Сондықтан Ишанның қарсылығына қарамастан оны интернатқа жіберді. Директор бірінші күні-ақ әкесіне: маған келген адам жабайы жылқы болса да қолға үйретемін деп уәде берді. Жаңа ортамен бетпе-бет келген Ишан жалғыз қалды. Енді ата-анасын көру қиынға соғатынын біледі. Жаңа сыныпта Ишан әлі де топас, ақымақ, жалқау ретінде күлкілі болды. Мұғалім оны жиі жазаласа да, мектеп әлі де оның бағаларын жақсарта алмады. Өйткені оның мәселесі оқуға деген көзқарасында емес. Ишанның жағдайы бұрынғыдан да нашарлады. Бұл күні Ник есімді мұғалім келгеннен кейін ғана Ишанның өмірі түбегейлі өзгере бастады.